Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 53-ші сабақ баяндауыш. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 9-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Ол үшін алдымен керегелер шеңберлене керіліп, бір-біріне таңғышпен біріктіріп байланады. Содан кейін есік орнатылады. Керілген керегені айнала басқұр тартылады. Бұдан соң үйдің тура ортасында тұрған қолында бақаны бар қарулы жігіт шаңырақты жоғары көтереді. Көтерілген шаңыраққа айнала уық шаншылып, оның екінші басы керегеге байланады. Оған киіз үй жабылып, үстін арқанмен бастыра тартып байланғанда ғана киіз үй тігіліп болды деп есептеледі. Ол кім? Бұл не кітабынан. Енді балалар тапсырмаларды орындаймыз. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар дейді. Біздер мәтін мазмұны бойынша осындай 5 сұрақ дайындадық. Киіз үй қандай жерге тігіледі? Керегеден кейін не орнатылады? Шаңырақты қандай жігіт көтереді? Уықты қайда байлайды? Ең соңында не жабылады дедік. Мәтіннің өзің бұрын естімеген жаңа сөздерді тап дейді, тапқан сөздерінің мағынасын сөздіктен біліп ал дейді. Балалар, біздер мысалы мына сөздерді жазып шықтық. Мүмкін сіздер естімеген боларсыздар, яғни таңғыш, ол не екен, кереге, қарулы жігіт деген қандай жігіт, бақан деген не, киіз деген не, уық және шаңырақ дегеніміз не, осыларды жазып сөздіктен осылардың негізгі мағынасын жазып қойдық, жазып алсаңыздар болады. Келесі, мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Олар сөйлемнің қай мүшесіне жатады дейді, Мәтінде тігіледі, байланады, орнатылады, тартылады, көтереді деген сөздер. Бұлар іс-қимылды білдіреді, не істейді деген сұраққа жауап береді. Енді берілген мәліметті оқимыз. Бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш деп атайды. Баяндауышқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, Дана оқыды, найзағай жарқылдады, Асан оқып отыр. Яғни бұл жерде оқыды, не істеді, жарқылдады, не істеді, оқып отыр, қайтты, не істеп отыр деген сұрақтар қойылады. Яғни іс-қимылды білдіріп тұр. Баяндауыштың астын балалар 2 сызықпен сызамыз. 10-шы жаттығу сөйлемдерді көркем жаз дейді. Балалар, сөйлемдерді дәптерімізге әдемілеп көшіреміз. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Кереге басқұрмен тартылады. Шаңыраққа уық шаншылады. Баяндауыштар тауып астын сызамыз. Бұл сөздер сөйлемнің қай мүшесіне қатысты екенін сызып көрсет дейді. Яғни бізде баяндауыштар киіз үй тегіс жерге тігіледі дегенде тігіледі, баяндауыш. Бұл қай сөзге қатысты, яғни киіз үй деген сөзге қатысты. Демек, киіз үй тігіледі деген сөздерді байланыстырамыз. Келесі, кереге басқұрмен тартылады. Бұл жерде баяндауыш тартылады. Бұл жерде балалар біздер басқұрмен тартылады десек те болады, немесе кереге тартылады десек те болады. Келесі, шаңыраққа уық шаншылады. Бұл жерде баяндауыш шаншылады. Астын 2 сызықпен сызамыз. Не шаншылады? Уық шаншылады. Яғни бұл уық деген сөзге қатысты болып тұр. Бір-бірімен байланыстырамыз. Келесі 11-ші жаттығу берілген сөздерге қатысты қимылды білдіретін сөздерді тауып айт дейді. Бізге оқушы және су деген сөздер берілген екен. Біздер былай жаздық. Мысалы, оқушы жазады, оқушы тыңдайды, оқушы оқиды, оқушы сөйлейді. Су ағады, су сіңеді, су тасиды, су қатады. Енді балалар, бұл жердегі жазады, тыңдайды, оқиды, сөйлейді, ағады, сіңеді, тасиды, қатады деген сөздер баяндауыш болып тұр, яғни іс-қимылды білдіріп тұр. Келесі 12-ші жаттығу құрамында Б және Л дыбыстары бар сөздер құрастырып айт дейді. Сол сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Бастауыштың астын 1, баяндауыштың астын 2 сызықпен сыз дейді. Мысалы, біздер бірінші болат деген сөзді алдық. Болат қатты болады, яғни бұл металдың бір түрі. Келесі, бұлақ таудан ағады. Балық суда жүзеді. Яғни бұл жерде баяндауыш бірінші сөйлемде болат қатты болады дегенде болады. Баяндауыш, болат деген бастауыш, Бұлақ дегеніміз бастауыш, ағады баяндауыш, балық бастауыш, жүзеді, бұл баяндауыш болып тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.